Bismillahirrahmanirrahim. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көптеген хадистерінде жамаат намазға шығуға шақырған, қызықтырған жана бұйырған. Мынау ошол хадистердің бірі. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Башширил машаина фи зулами илал масажид бинури тами яумал қияма." Түні қараңғыда мечіттерге басып келген адамдарға сүйінші болсын, алардын қиямат күні нұрлары толық қылып берілет дейді. Түнкі екі намаз бар. Бұл құптан намазы, иша құптан намазы, жана фажр бағымдат намазы. Мына ушул екі намазға мечітке жамаатқа шыққан адамдарға қиямат күні нұрлары толық қылып берілет екен. Бұл өте бір чоң бір фазилет. Адамдар қараңғылыққа түшіп қалған уақытта ошол пенделерге нурлары жарық қылынып, нурланып, нурлары толық қылып берілет екен. Аллах Таала Құранда айтат: "Нурухум яс'a байна айдихим ва биайманихим, яқулуна раббана атмим лана нурана вағфир лана." Алардын, момын кишилердин, Аллахқа иман келтірген момындардың нурлары алардын алды тарауынан жана оң тарауынан нурланып ағылып тұрады дейді. Нурлары ағылып тұрады. Жана алар айтышат: "О Раббибиз, биздин нурубузду кемитпеген, толық кылып берген, жана бизди кечиргин" деп мына ушундай дуа кылып турат экен. Нурлары толық кылып берилген пенделер. Пенде мына ушул фажр намазына, багымдат намазына жана куптан намазына жамаатка чыккан болсо, кыямат күнү нуру толық қылып берілүүсүн пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүйүнчүлөдү. Анткени мына ушул убакытта инсан жумушунан чарчап келип жалкоолонуп калышы мүмкүн. Мына ушул жамаатка чыгуудан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аллаху алам мына ушул максатта кызыктырса керек. Мына ушул эки намазга жамаатка чыгууга. Аллаху алам бисаваб.